Қайырлы күн, құрметті көрермендер, армысыздар, қазақ елі. 15 сәуір қозы көрпеш баян сұлу ғашықтар күнімен баршаңызды шын жүректен құттықтаймыз. Шуақ шашып, қап қараңғы түнектен, ғашықтарға пәк сезімнен нұр сепкен, жарық болсын әр қашанда жұлдызың, біз сіздерді құттықтаймыз бүгінгі қозы көрпеш баян сұлу күнімен. Алқынғандай, талпынғандай боласың, шарқырғандай бүкіл қазақ даласын, көкірегіме сыймай кетіп барасың. Ғашық жүрек қайда барып соғасың. Ғашықпын, шын ғашықпын сол адамға. Мен болмасам, болмайын сол аман ба? О тәңірім, неткен жан қайырылмайтын, жүрегі еттен бәлде, қоладан ба? Ғашықпын, қайтып оны жасыра алам. Бір алтын оның әр тал шашымаған, сағынайын, таусыла сағынайын, сағынышқа жаралған ғашық адам. Шарықтап, қолым жетпес көктегінге, ақ қанат құсым менің кеткенің бе? Шарқырып, бар ғаламды шыр айналып, мәңгілік сен іздеу мен еткенім. Сарғайған, сағынышты басып толық. Бар үміт, бар сенімді шашып болып, өтермін сірәда мен бұл өмірден. Мәңгілік қаларымын мен ғашық болып. Рахмет. О махаббат, сен әлі тірімедің, көзімнен ғайып болған күнім едің, гүлім едің, елдеген түнім едің. О махаббат, сен әлі тірімедің. Мен сені ұмытқанмын, жылытқаның есте жоқ, суытқаның, суытқаның, жинаған құрып қалым сен ұлатқан отаулы құлықтар. О махаббат, сен әлі тірімедің. Сен тірілсең, мен дағы тірілемін. Ақ періште алдына жүгінермін, қолдай көр ғашықтардың пірі мені. Махаббат, 8 арып, бір арман. Иә, расында да осы бір ғана сөз адам өмірінің мәніне айналатынына таң қаласың. Бағзы заманнан бері бұл отқа өртенбеген жан баласы кем-дегем шығар. Мысалы, Ромео мен Джульетта деп алысқа кетпей-ақ өзіміздің Абай мен Тоғжанды, Ләйлі мен Мәжнүн, Қалқаман мен Мамыр, Естай мен Қорлан, Еңлік пен Кебек, Баян сұлу мен Қозы көрпешті, Қыз жібек пен Төлегенді, тағы сол сияқты талай ғашықтарды еске түсіруге әбден болады. Бұлардың махаббаттары ұрпақтан ұрпаққа аңыз болып өз табынушыларын табып жатыр. Олардың ғашықтық хикаяларын естігенде шынайы махаббаттың бар екеніне және ол кез келген адамға қона бермейтін бақ екеніне көзің жетеді. Желтілдесе терекемсен ай сағындым, дауылдатып тұнықтан шыққаны даусымы жүрегінен күңіреніп желдесе терекемсен ай сағындым.
Encumarcan sekilday Kalbürüyünü kürkümday Gülmayası gül jayna Bürgürün seger kim ay Seyfirmelik şamanday Beynetin ay gömsüm ay Koz gürpiş bayanı salsan anlaratımı orman toğay özündü şamırratımı sağın baskan işarra arkıratımı ağızlar şadıratımı sağın baskan işarlav Encumarcan sekilday Kalbürüyünü körkümday Gülmayısıdı gül jayna Bürgürün seger kim ay Seyfirmelik şamanday Beynetin ay gömsüm ay Koz gürpiş bayanı da bir mulada Қозы-көрпеш баян сұлу мазары Шығыс Қазақстан облысы Аягөз ауданында, Аягөз өзенінің бойында орналасқан. Қозы-көрпеш пен баян сұлу мазары қос ғашықтың адал махаббатының дәлел іспеттес күні бүгінге дейін сақталып келе жатқанын тілге тиек еткен жөн. Өмірдің көркі махаббатта ғана деседі. Махаббат ғана мәңгілік ғұмыр кешеді. Елінің мәңгі есінде қалды емес пе? Қозы мен Баян, Ләйлі мен Мәжнүн кешегі дей келе, осы бір аяулы сезімді ардақтап, бір-бірімізге үлкен сүйіспеншілікпен қарай білейік. Сөз соңында айтарым, өзіңіздің баяныңызды тапсаңыз, немесе қозы-көрпешіңізді кезіктірсеңіз, өзіңізді бақытты жан деп есептей беріңіз. Махаббат деген ұлы сезімнің қақпасын ашқан соң, жүрекке жол тапқан қарым-қатынастың кілтін жоғалтып алмауға тырысыңыз.